Сәлем достар, бүгін сіздермен осылай өте жұп-жұмсақ, көлемі де үлкен болып шығатын бисквиттің қарапайым рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бисквитімізді пісіретін ыдысымызды дайындаймыз. Менде 20 сантиметрлік, оны алдымен фольганы алып, асты жағын жақсылап орап аламыз. 22-24 сантиметрлік табада да пісіріп алуға болады, бірақ оның көлемі шамалы пәстеу болады. Сондықтан барынша 20 сантиметрлік осындай арнайы ыдыста пісіргендеріңіз жақсы. Мінекей кольцомызды дайындап алдық. Енді бисквитімізді дайындайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы 5 жұмыртқаны салып, оның үстіне қантымызды саламыз. Енді миксердің көмегімен біздің қантымыз ерігенше және де жұмыртқаларымыз 3-4 есе ұлғайғанша жақсылап осылай араластырамыз. Менде осылай миксермен араластыруға 15 минуттай уақытым кетті. Мінекей осылай көлемі ұлғаяды, әлі дайын болған жоқ. Тағы да 5 минуттай араластырамыз. Міне осылай көлемі 3-4 есе үлкейеді, және де осылай шамалы қоюлана бастаған кезде бізге дайын деген сөз. Және де осылай саусақтың көмегімен байқасаңыздар да болады, өзінің объемын жақсы ұстаса, енді араластырудың қажеті жоқ. Енді ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, астынан жоғарғы қарай осылай бір келкі массаға шыққанша араластырамыз. Осы уақытта сіздер пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Енді біздің дайындап қойған формамызға саламыз. Шамалы беткі жағын тегістеп жібереміз, дәл ортасын жан жаққа қарай жайып шығамыз. Өйткені піскен кезде дәл ортасы көтеріліп кетпеу үшін. Осылай 1-2 рет сілкіп жібереміз.